Кітапта автордың анасы Мүния әженің коллективтендіру заманы жайындағы естеліктері және 1938 жылы Байқұлақтың құйыршығы ретінде атылып кеткен бауыры Әбіләйістің өлең шумақтары сақталыпты. Олардың әкесі Кенжебай Танабайұлының бейнесі, Серік Жармұхамедовтың нағашы атасы. 1918 жылы Сабыр Шәріпұлы жазған Алтыбасар повесіндегі басты кейіпкердің бірі болып бейнеленген. 1917 жылдың күзіндегі дүние мүлкі тәлкіге түскен күнді Мүния әжеміз өмір бойы ұмыталмай өтті. Сол күні аспанды қара бұлт торлап тұрды. Ешкімді байлап матап әкеткен жоқ. Тек дүние мүліктерін қаттап тізімге алды. Әкеміз Кенжебайдың 500 қаралы жылқысын үй маңына үйіріп қойып, кедей кепшіктерге қалаған жылқысына жүген салып, иемденуіне рұқсат етті. Есімде қалғаны, есігімізде жалшы болып жүретін, мінезі дойырлау бір жігіт болатын. Сол бірінші болып, әкемнің аңға мінетін торы қасқасы болушы еді. Соны құрық салып ұстады да, маған осы да жетет дегендей жайдақ мініп, бетінің ауған жағына шаба жөнелді. Кедей кепшік жылқыдан қалауын шалды. Қалған жылқыны біреулер айдап әкетті. Жылқысы кеткен соң айналамызда шаңы аспанға көтерілген қара жер қалды. Сол жердің төрт бұрышында шоқиып отырып алып, төрт төбет аспанға қарап ұлығанда, жұрттың бәрі соларға қарады. Бірақ иттерді ешкім қуған жоқ. Шешем бәтіш жаулығының ұшымен көзін сүртті. Әкем үйге қарай бұрылып кетті. Сол күнге арналған әкемнің жыры. Япырмай мына жалған нендей дозақ. Байқасаң бірде шалқап, бірде тозат. Жер қайысқан малыңнан еріксізден. Айрылғанда бос қалар жаның боздап. Өңірдің сәні кетіп босап қалды. Тірліктің оты жанбай ошақ қалды. Бірақ сәтте айнала сүрең тартып, күніміз қасіретпен қосақталды. Ит екеш иттің өзі еңіренгендей, мұншалық озбырлықты көрмегендей, төрт төбе төрт бұрыштан ұлығанда, болдық біз қуанышты жерлегендей. Іздер сары тап боп сақталған, тас таңбада тағдыр болып қатталған. Зар заманда сүргін көрген елімнің тарихысын ащы сырын ақтарған. Кебіс, шоқай, жалаң аяқ іздердің білмейміз-ау із екенін кімдердің. Жер қойнауы құпия ғып жеткізді белгісіндей сонау өткен күндердің. Кеңес үкіметінің Қазақстандағы алғашқы қадамдары сәтсіз басталған жоқ. Қазақстан Қазақ өлкелік комитеті болып қайта құрылды. Астана Қызылордаға көшіріліп, Қазақ Орынбордан айырылып қалса да, Қазақ АСР-ның 5-ші съезінен кейін Қырғыз Қайсақ лақабатынан құтылып, Қазақ деген тарихи атын қайталды. Егін шығымды боп, қамба дәнге толды. Төл саны 2 есе өсіп, жайлау малға толды. Бірақ көп замай қазақ аспанын қара бұлт торлап, бейбіт даланың астан кестеңін шығарды. Аузын арандай ашқан ашаршылық жалмауызы есеңгіреген елдің есін жиғызбай жалмай бастады. Ол жалмауыздың түсі теке сақал Голошокин бейнесі болып халық жүрегінде өшпес кек қалдырды. Филипп Голошокин Қазақстанға басшы болып келген күннен бастап, қазақтың біртуар азаматтары мен зиялылары қайранға шыққан балықтай биліктен ығыстырыла бастады. Қызыл саясат қылышына ілікті. Қанға құныққан қорқаулардай аласұрған Голошокин тобы енді халықтың ең жанды жеріне ауыз салды.
қазақтың ғасырлар бойы бірден бір тіршілік көзі қолындағы малын тартып алып, зорлап ұжымдастыру науқаны басталды. Қазақ ауылы октябрь лебін сезген емес. Тап тартысы байқалмай. Құлақтардың мал мүлкін ортаға салу болған жоқ. Ауылда коммунистер атымен жоқ. Қазақстанда кіші октябрь өткізу керек. Егер ол азамат соғысына айналса, біз одан тартынбаймыз. Филипп Голощекин. Коллективизация деген 1000 жылдап бұрын өз тарихында қазақ елі көшпелі, жартылай көшпелі, жартылай отырықшылық болып келген ел. Сонау Алатаудан бастап, Арқаны асып, Батыс Сібір, сонау Байқал көлдеріне дейін көшіп қонып жүрген ел өзінің табиғи жолыменен, табиғи тұрмыс дәстүріменен соны әкеліп қыспаққа салып, бір жылдың ішінде, тіптен бір айлардың ішінде жаппай отырықшылыққа көшірмекші болды. Бұл мынау Филипп Исаевич Голощекиннің Қазақстанға патша болып келуі дәуірінен басталды. Торғай облысының бақ-баққара көтерілісі 1929 жылдың қараша айында басталды. Ақсақалдар үштіге құрылып, 300 адам қатысқан мешіттегі сайлауда Бармақов Омарбай хан сайдан. Шу өңірінің көтерілісі 1930 жылы 20 ақпанда басталды. Көтерілісшілер Саурықбаев Тілеуқұлды хан етіп сайлады. Ағайынды Әлібек пен Әбдірахман Нұрабаевтар уәзірлікке сайланды. Адай руының атынан Қайнарды өткен мәжілісте Боқмаш Шоданұлы хан болып сайланды. 4 кісі ханның кеңесшілері болды. 1930 жылы 7 ақпанда көтерілісшілер Созақты басып алды. Сұлтанбек Шонақовты хан сайлады. Атқару комитетінің төрағасы Қаңылбаев, халық соты, аудандық партия комитетінің жауапты хатшысы өлтірілді. Голощекиннің қанды көйлек досы, туысы, талай рет түрмеде бірге отырған Яков Константинович Сверлов былай дейді. Оның жағдайы жаман. Ол барып тұрған қозба жын, қояншық ауруына шалдыққан адам. Енді мезантропқа айналып, адам біткенді өлік көретін жат бауыр болды. Өз сөзінен өзге сөзді тыңдамайтын өргөкірек хатшы ой түкпірінде жатқан диктаторлық пиғылын іске асыру үшін Сталинге хат жазды. 15 мен 23 қараша аралығында өткен ВКПБ бүкіл қазақстандық 6-шы конференциясында 6 сағат сөйлеп, сөз соңында жауапты хатшының хатын оқыды. Онда былай делінген еді. Жолдас Голощекин, менің ойымша, бұл хаттағы белгіленген саясат бірден бір негізгі әрі сенімді жол болып табылады. Иосиф Сталин. 28 жылғы байларды жер аударды. Олар Совет өкіметі бірінші 28-ден бастады. Бір байларды, оны жер аударды, Орал кетті, Сібер кетті. Міне онан басқа бізден жақсылық не көрдік Совет өкіметінен? Не болды? Мұнан сонан басталып, бізге келді екінші байға. Сол екінші байдың тұқымын қойын мен енді. Міне екінші байдың тұқымын жас кезім 12 жас 13, 14 ия. Соныменен сөрді жаңағы көрмегенді көрдік, ұстап алды да Совет адамы. Ұстап алып мал, мүлкінің, дүниеңнің бәрін тартып алды сөз.
Sonunda çeşim bir ayga жақын ауырып, шауырменен тұрамай, жүремей қалдық. Ал өлген адамдарды көрсең, кәдімгі қосақтаған қойдай. Оның ішіне жанасы біреу көп қалыңғадай нағып olsun деген жоқ. Неге деген жоқ, адам жоқ, бас көтеретін. Ешкімге ешкім қарамайды. Сонымен шешемен ауырып, сонымен күтіп жаттым, тұрамай қалды, бұлайды тұссап, су қайнатамыз. Жаңа бір уыс талқанды бұлай себеміз. Талқан сеуіп, көлігіміз, ауқатымыз сол. Тұз табылса, кәдім қоңыр қойдың етіндей. Сөйтіп, жаңағы шешеменен бірнеше күнге дейін жатып, бешере қайтыс болды. Сонымен қайтыс болғаннан кейін өзім шамам келгенше жер бетіне жорашақтай жер қазып, соң шөлге жаңағы апарып көмдім, сүйреп барып. Қыстың күні, қақаған қыста жұрттың бәрінің малын бір қораға жинап алып, не базы жоғы, не шөбі жоқ, не қорасы жоқ, соның бәрін ортақтандырып қойды дағы, әркімге, әр үйге одан тысқары жүн салығы деген салық. Қыстың қақаған ортасында. Қыстың күні қойыңды қырқып алып жүнін бер дейді. Ол қыстың күні қырқылған қой өліп қалмай ма, арам өлмей ма? Жүн салығы деген болды, тұяқ салығы деген болды, мүйіз салығы деген салық салды. Жындының жұмысы демеске ләжің жоқ. Бірақ сондай қиянат жасады. Мысықтың терісін тауып бір, иттің терісін тауып бір, табылса қойдың терісін тауып бір. Әрбірден кейін сақалыңа дейін қырқып алып, соны жүнге өткіз. Мінекей не деген сұмдық бұл? 1928 бен 38 жылдар аралығында туған елінен тысқары кеткен 1.300.000 адамның 414.000-і кейін қайтып оралды. 616.000-і о дүниелік болды. Созақ көтерілісі, Адай көтерілісі, Шуартау көтерілісі, Шу көтерілісі, Торғай көтерілісі деген көтерілістер дүмпу болып жатқан. Бірақ амал не? Зеңбірекке қарсы садақпенен, найзамен қарсы шыққан халық қалай шыдайды? Баяғы осының барлығы анау Америкада қызыл терілі біздің бұрынғы атам заманғы туыстарымыз индустардың тағдырын көзбен елестетеді. Олар жаңағы зеңбірекпен, мылтықпен қаруланған басқыншыларға қарсы садақпен күресті ғой, найзамен күресті ғой. Осындай жанқиярлықпенен сақтап қалған елдің әрбір сүйем жерін сүйіп өсу керек біздің ұрпақ. Оның бір уыс топырағын қастерлеу керек. Сонда ғана біз ел бола аламыз. Өйткені бұл жер жай топырақ емес, біздің ата-бабаларымыздың қанына шыланған, сонымен тыңайтылған жер осы. Әлгі тауды қопарып тастаймыз дегендерің қайда?
Заманыңның өткенін енді сезген боларсың, Сарбура. Жұртта қалған кәрі төбеттей жалғыз қалды деген осы. Бабаңның бізгі істегенін өзің істеп, тып-типыл қып тонаймын да тастап кетем. Көп болса мал мүлкімді аларсың. Жан дүниемді қайтып тонайсың. Туған жерімнен айыруға ешкімнің құдіреті жетпес. Қызы Райхан 2016 жылы Алматыда жер меншігіне қатысты митингілер басталды. Сол уақыттағы бір оқиға есіме түсіп отыр. Анамның қарсылық қозғалыстарына деген қызығушылығын білгендіктен әкем екеуіне көшеге шықпаңдар дедім. Екеуі ешқайда шықпаймыз деп уәде берді. Кешкісін ютубты ашып қалсам, әкем саябақта митингінің бел ортасында жүр. Атанам билік басындағылардың айтқанымен жүрмей, ішкі бостандықтарын, ой еркіндіктерін сақтай білді. Олар үнемі оппозициялық газеттерді жазғызып алып, кешке бірге кітап, газет оқып, өзекті тақырыптарды талқылап отыратын. Серік Жармұхаметовтың патриотизмі өте тереңде жатыр еді. Оған оның түсірген документалды фильмдері айғақ. Тақырыптары өте кең ауқымды алып жатыр. Қазақтың басына туған ашаршылық зобалаңы. 37 жылдары саяси қуғынға түсіп, атылып кеткен қазақ ақын жазушыларының трагедиясы. Наурыз мейрамының қайта жаңғыру тарихы. Кеңес үкіметі заманындағы ұлттың белгілі тұлғалары. Бүгінде тәуелсіз Қазақстанда өсіп жетілген қазақ жастарының өз тарихымызға деген әлі де жауабы берілмеген көптеген сұрақтары бар. Осы күнге дейін неге біз ашық түрде ашаршылық қазақ халқына жасалған геноцид деп айта алмаймыз? Репрессия жылдары неге қазақ халқының ең беделді ағартушыларын, біздің зиялыларымызды түп тамырымен жойып жіберді? Бұл кімге керек болды? Неге Қазақстанда ұзақ жылдар бойы қазақ мектептерін ашуға тыйым салды? Қазіргі таңда біз еліміздің тарихы және оның даму жолы жайлы жиі ойланамыз, сұрақтарға жауап іздейміз. Сондықтан да Серік Жармұхамедовтың фильмдері кейінгі ұрпақ үшін ауадай қажет. Егер шығармашылық адамның қалдырған мұрасын кейінгі ұрпақ іздеп жатса, онда ол суреткер де халқының тарихымен бірге жасайды. Халықтың қайғы қасіреті жайлы философиялық ойлары көпшіліктің санасын өзгертті. Оның себептері мен салдары жайлы түсінігімізді кеңейтті. Бұл жол тек суреткердің ғана емес, қазақ халқының төл перзентінің таңдауы.